Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, есімнің насып орындарын әрмен қалай жалғастырамыз. Бүгінгі 5-ші есімнің насып орны ол маф'улун мутлақ. Және біз маф'улдарға байланысты маф'ул атауын осы 5-ші рет соңғы рет естіп отырмыз. Ары қарай біз маф'ул деген сөзді түсінбейміз. Біз бұға дейін маф'улун бих ол етістік орындаушы, одан кейін көбінесе 90% маф'улун бих келеді. Екіншісі маф'ул мутлақ. Маф'ул мутлақ ол етістіктің мастары. Мен әрбір маф'улдардың козырын, яғни сіздің оңай тауып алу жолдарын айтып отырмын. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Маф'ул мутлақ бұл етістіктің мастары. Одан кейін маф'улун ли ажли. Маф'ул ли ажли. Маф'ул ли ажлиден кейін ли деген әріп келеді деп айтқанбыз. Маф'ул ли ажли және маф'улун фи, олар зорфтар, мезгілді мекенді білдіретін, және бүгінгісі маф'улун ма'a. Осы маф'улдардың ішінде, жалпы насып орындардың ішінде өте сирек кездесетін осы маф'улун ма'a. Бұған байланысты қосымша мәліметтерді біз Құдай қаласа арабша кітаптарда оқитын боламыз. Маф'ул ма'a деп атын айтып отқанымыздай, ма'a бірге орындалады. Етістікпен бірге орындалатын есімді, бірге жүзеге асып жататын есімді маф'улун ма'a деп атайды. Маф'ул ма'a деп атады. Маф'ул ма'a етістікпен бірге орындалып жатқан қосымша іс әрекетті айтады. Жақсы. Мысалы, мен қысқасын жылайын. Хафизту дәрса. Хафизту дәрса. Вәл мисбах ба? Вәл мисбах ба? Вәл мисбах. Вәл мисбах. Жақсы. Не дейді? Мен дәрісті жаттадым дейді. Дәрісті жаттадым дейді. Хафизту фи'л мади мабни аля сукун. Ту дамир муттасил мабни аля домма фи махалли руф не фа'ил. Ад-дәрса маф'улун бих мансуб бил фатха. Енді осы жерде екі нәрсе бар. Ең біріншісі вау. Вау мa'ияның көзірі, вау мa'ияның табу үшін ең біріншісі, кешіңіздер, маф'ул мa'ахты табу үшін ең біріншісі сізге көзірі вау келеді. Вау мa'ия келеді. Бұны Еуроптағында вау дейсіз, вау мa'ия деп қоясыз. Бұны үлгіде бар. Вау мa'ия. Яғни маф'улун мa'ахтың вауы деген сөз. Жетті ғой? Одан кейін бірден мубашаратын бірден бізге не келеді? Маф'ул мa'ах келеді. Мисбаха. Көрдіңіз бе фатхамен? Яғни аударғанда шамның шырағымен бірге отырып дәрісті жаттадым деген сөз. Яғни шамның шырағымен дәрісті жаттадым деген сөз. Жетті ғой? Ва мисбаха, мұны фатқа, мынау фатқа. Сізге меңзеп тұр, бұл жерде бұл не? Маф'ул мa'ах екен. Жетті ғой? Маф'ул мa'ах дәріс жаттаған. Плюс сонымен бірге не? Неді қосып отыр? Шамды да қосып отыр. Сіз бұй аудармайсыз, дәрісті жаттадым және шам шырақты деп айтпайсыз ғой. Жетті ғой? Сізге маф'ул мa'ахтың ең бірінші көзірісі ол не келеді екен? Вау келеді. Вау мa'ия деп отады. Мисбах. Одан кейін бірден есім мубашарат, бірден есім келеді. Сөйлем келмейді көп жағдайда. Сөйлем болады жағдайлар бар, бірақ қазірге біздің білетіміз бірден есім келеді. Мысалы, екінші мысал қараңыз. Мәшәйту иля ан осалтус хадиқата. Мәшәйту, мен жүрдім дейді. Иля бағатқа қарай. Дейін деген сөз. Неге дейін жүрдім? Иля осалту хадиқата бақшаға жеткенге шейін жаяу жүрдім дейді. Енді мынау бөлігін қараңыз. Маф'ул мa'ахты қосады. Мәшәйту ва шари'ал кабира. Мәшәйту жүрдім. Және үлкен көше емес, үлкен көшемен жүрдім деген сөз. Түсініңіз, үлкен көшемен жүрдім. Шари'a деп фатқамен тұруы сізге неңдейді? Бұл маф'ул мa'ах екен. Плюс несі бар? Вау мa'иясы бар. Әл-кабиро деп қамыз Еуроптағы бұл әш-шари'аттың несі болды? Сифасы болды. Сифа. Бұның өтеміз алды. Сифа. Сифат деп қамыз алдындағы есімді сипаттап тұрады. Келесі сөз. Ол алдындағы есім қандай болатын болса, мынау да сондай болады. Яғни фатқа болса фатқа соңы, касра болса касра, домма болса домма, елтек болса елтек, ертек болса ертек, алиф-ламим болса алиф-ламим болады. Жақсы, бұны өтеміз. Иля харфжар ан васалту фил мади, васалту фил мади мабни аля сукун, ту дамир муттасил фа'ил болады, әл-хадиқата не болады? Маф'улун бих болады. Сонымен міне маф'ул ма'ах бұл етістікпен бірге орындалып жатқан қосымша іс-әрекетті, яғни қосымша есімді айтады екен. Жетті ғой? Қиын емес бұны, бірақ бұл өте сирек кездеседі. Маф'ул ма'ах атау айтып тұр, ма'ах бірге. Бұның көзір, мен әр сабақта өзің көзірін айтуға тырысып жатырмын. Көзірі бұл вау мa'ия келеді, тауып алатын. Және вау мa'иядан бірден не келеді?
есім келеді. Есім фатқа болып тұрады оның үстіне. Түсінді ғой? Ол есім бірге орындалып жатқанын білдіреді дейді. Жақсы, үйге 62, 63, 64 жігіттер мен жаттығу беріп жатқанда бәрін еуроптау керек. Мынандай керегі жоқ, төлемдердің астын бір сызық, астын екі мафул мутлақтар бір сызық, лиажликтер екі сызық деген әңгіме керек емес, бәрін еуроптау керек. Түсінді ғой? Яғни сіз доманың 6 жағдайын білесіз. Есім дома бітетін болса, оның 6 вариант бар екенін білесіз. Плюс сізде не? Егер есіміміз фатқа болып тұратын болса, сізде 5 нәрсені өттіңіз. Мафулун бих, мафулун мутлақ, мафулун лиажли, мафулун фи, және соңғысы бүгін мафулун мутлақ. Осы 5-еуінің қайсы соларды ажырасып еуроптайды екенсіз. Еуроп оңай, вау маия деп еуроптайсыз. Мисбаха, мафулун мутлақ, мансуб бил фатха. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.